Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі жаңа тақырып ғажайып су бұрқақ. Сабақты жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментарийға ұсыныстарымыз бен сұрақтарымызды жазсақ болады. Олай болса, сабақты бастаймыз. Жаңа сөздер. Новые слова. Мәрмәр тас, мрамор, субұрқақ, фонтан, киіз үй, юрта. Есте сақта, запоминай. Субұрқақ сөзіне дыбысын жалғағанда субұрқағы сөзіне өзгереді. Ндағы қ дыбысы ғ дыбысына өзгереді. Бәйтерек сөзіне дыбысын жалғасақ, бәйтерегі деп өзгереді. Мұндағы к дыбысы г дыбысына өзгереді. Доп сөзіне дыбысын жалғасақ, добы болып өзгереді. Мұндағы п дыбысы б дыбысына өзгереді. Үшінші тапсырма. Мәтінді оқы. Третье задание – это дети устное задание. Внимательно слушаем текст. Алматыда 130 субұрқақ бар. В Алматы 130 фонтанов. Олар сан алуан әрі әдемі. Они разнообразны и красивы. Маған шығыс күнтізбесі субұрқағы ұнайды. Мне нравится фонтан «Восточный календарь». Шығыс күнтізбесі қазақ ертегісіне сәйкес жасалған. «Восточный календарь» создан по казахской сказке. Сәулетшілері Канцев, Татаринов. Архитекторы Канцев и Татаринов. Екінші тапсырма. Тірек сөздерді қолданып, шығыс күнтізбесі субұрқағы туралы диалог құрастырып жазыңдар. Второе задание. Используя опорные слова, составьте и напишите диалог о фонтане «Восточный календарь». Опорные слова мәрмәр тас, киіз үй, қызғылт, субұрқақ. Үшінші тапсырма. Ғаламтордан өздеріңе ұнаған субұрқақтың суретін тауып, сипаттап жазыңдар. Третье задание. Найдите в интернете фото понравившегося фонтана и напишите в описании. Жоспар. План. Бірінші. Сұрақ. Не? Субұрқақтың атын жазасыздар. Первый вопрос у вас что? Пишите название фонтана. Екінші сұрақ. Қайда? Орналасқан жерін жазасыңдар. Второй вопрос. Где? Пишите местонахождение фонтана. Үшінші сұрақ. Қандай? Түсі туралы жазасыңдар. Третий вопрос. Какой? Какой цвет фонтана? Төртінші сұрақ. Неден жасалған? Четвертый вопрос. Из чего сделан? Пишите тетрадь. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.